Адамның сәні ақылында, ақылдың сәні сабырында. Сабырдың сәні батылдықта, батылдық сәні мейірімділікте. Егер де сіздің жіберген қателігіңізді түзейтін мүмкіндігіңіз болса, демек сіз қателік істеген жоқсыз. Ешқашан деген сөзді айтпаңыз. Себебі уақыттың тез өтетіні соншалықты, бұл өмірде ештеңе өзгеріссіз қалмайды. Өмірде кездескен барлық жақсылықты жүрегіңізге сақтап қойыңыз. Ал барша жаман естеліктерді суға ағызып жіберіңіз. Жай ғана ерлі-зайыпты болу аздық етеді. Бір-біріңізге дос және көңілдес болыңыздар. Өйтпеген жағдайда жаңағы айтқанды сырттан іздейтін боласыздар. Қолыңнан келген нәрсенің бәрін істе, ал қалғанын тағдырға тапсыр. Өмірдің мәнін іздеген адам оны әлбетте жоғалтады. Сені ешкім ренжітпегенін қалап тұрсаң, сен де ешкімге ренжіме. Ақымақтан қауіпті дұшпан жоқ. Жеңіс өзгелерден жарты сағат артық шыдаған, сабыр еткен адамға тиесілі. Жеңілу қорқынышты емес, күресуді тоқтату қорқынышты. Мәңгілік гүлдейтін ештеңе жоқ. Бәрі де өз уақыты келгенде солғын тартады. Жақсылықта, жамандықта сенің жүрегіңде. Ренішті есіңде көп сақтайсың ғой. Дәл солай, қуанышты да есіңде ұзақ сақта. Ата-анасы жұмыс істеп, өмірдің рахатын олардың балалары көрсе, онда олардың немерелері кедейлікке ұшырайды. Теңіздің ұлылығы майда өзендерді бауырына басатындығында. Ерлі-зайыпты жандар бір-біріне қолмен көздей болсын. Қолың ауырғанда көзіңе жас келеді, ал көз жылағанда қол оның жасын сүртеді. 40-та ақылы кірмегенге енді үміт артпай қой. Өтірік айтатын адам ұрлық та жасай алады. Жаман қожайын арам шөп өсіреді. Жақсысы күріш өсіреді. Ақылды қожайын топырағын құнарландырады, ал ұзақты көретін адам ғана бағбан тәрбиелейді. Адамның тәрбиесі оның шыққан тегінен де маңызды. Аузымыз біздің ауруымыз бен бақытсыздығымыздың себепшісі. Ақша ата-ананы баласымен де ұрыстырады. Ақылсыздық жайлаған жерде ақыл өзін жасыруға мәжбүр болады. Иілуді үйренбесең, түзелуді білмейсің. Көп нәрседен құр қаласың. Балшы өз тағдырын білмейді. Тәкаппарлар бақыттың дәмін кеш сезеді. Әйелі жаманның 60 жылдық азабы бар. Уақытты ешқандай бөгетте тоқтата алмайды. Әр нәрсе өз уақытымен. Егер ұлыңды жақсы көрсең, оны ұзақ сапарға жібер. Кездесу қоштасудың бастауы. Ертеңін ойламағанның бүгіні де оңбайды. Балшықты ұрсаң, өзіңе шашырайды. Баланы еркелету оны тастап кеткенмен тең. Төсегінде жылы жерде жатып, ешкімде сүрінбейді. Ауыздан шыққан сөз бүкіл әлемді шарлайды. Бір ауыз жылы сөз 3 ай қыста жауратпайды. Қарапайым адамдар болмаса, ұлылар да болмас еді. Кеткісі келгенге жармаспа, есігіңді қаққанды қума. Әйел қаласа, жартасты да жарып өтеді. 10 жаста данышпан, 20-сында кемеңгер, 30-дан кейін қарапайым адам. Егер мәселені шешуге болатын болса, оны уайымдаудың қажеті жоқ. Ал ол шешілмейтін мәселе болса, қанша уайымдасаң да пайда таппайсың. Терең өзендер үнсіз ағады. Қайғы келген жерге қуаныш та келеді. Ақылды өз қатесін түзесе, ақымақ өз қатесін ақтауға тырысады. Бір жақты шешім қабылдама. Кінәліні тапқың келсе, екеуінен де жауап ал. Құрметті оқырман, видео ұнаса лайк басып комментарий қалдыра кетіңіз.
және де арнамызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.